өлкенде өтіп жатқан бәйгенің жүлделері өте орынды және қомақты қадірлі ағайын. Топ бәйгенің бас жүлдесі жаңа атап өткендей Chevrolet Comet автокөлігі жап-жаңа, екінші орынға 1 миллион теңге, үшінші орынға 500 мың, төртінші орынға 300, бесінші орынға 200 мыңдай ақша тігіліп жатыр. Қайратұлы Көпесов көкеміздің тігіп жатқан автокөлігін айта кетейік ағайын. 6 айналым Chevrolet автокөлігі арнайы тігіліп жатыр. 15 шақырым деген нағыз енді доморожка аттарға қарағанда, высококровный аттарға қарағанда көбінесе чистокровный аттардың көбісі осы топ бәйгеге қатысып отыр. Ал аламан 30 шақырым болғаннан кейін енді ол жерде қол тума аттар көп, ұзаққа шабады. Қазір енді 15 шақырымға барлық ат-бегілер әдейі осы 15 шақырымды аңдып, әбден бақылап, бәленбай мың шақырым артқа қалдырып осы топқа дайындалып келіп отыр ағайын. Жалпы атты да тегін адам ұстамайтын айдан анық қой. Аттың жаманы жоқ, ат-бегінің наданы жоқ. Дүбірде жүрген жігіттің тіл көзден аманы жоқ дейді атам қазақ. Ат пен ат-бегінің арасындағы керемет бір тәжірибені қазір тамашалайтын тұр ағайын. Қалай болатынын қазір өздеріңіз тамашалайтын боламыз. Бүгін бір жылқы мен жігіттің арасындағы бір осындай бәйге өткізейік. Тек қана бұл бәйгемен шектелмей, тағы да рухани іс-шаралар, фестивальдар өткізіп отырайық. Және ауданнан бір жылт етіп шыққан өнер иесі болса, соны қолдайық. Жазушыларды, ақындарды қолдайық. Кәсіпкерлерді қолдайық деген мақсатта құрылған топ екен. Жақсыда айта кетейік, құрылған хор екен. Міне соның арқасында, соның себебімен бәйге Көкпектіге де келіп жетті ағайын. Қазақстанның түкпір-түкпірінде өтіп жатқан бәйге Көкпекті өңіріне де келіп жетті. Қазір соның топ бәйгесін бастайтын боламыз ағайын. Топқа 50-ге жуық сәйгүліктер тіркелген. Қазір Айтбек Тұрсынбаев оны әгір-жегесімен ары қарай тағы таныстырып отырады. Екінші номерде Альбарс атты сәйгүлік Үмбетовтар әулеті ағайын Алматы қаласынан қатысып отыр. 13 нөмірде Бөбекбай Жамбыл. Бөбекбай Жамбылды білесіздер, көшпенділер 2024 дүниежүзілік бәйгені ұтқан Айқабақ деген атпен. Балқаш ауданы Сапарғали Сәтбаевтың сәйгүлігі. Сол Бөбекбай Айшуақты дайындап отқан айта кетейік. Ал міне бисмиллахир-рахманир-рахим қадірлі ағайын. Топ дегенімізде елуге жоқ топ тіркелген болатын. Құдалар келе жатқандай, қошемет ұрып қарсы алайық ағайын. Құс сатқандай сосын шығарып салатын боламыз. Топ бәйге 50-ге келе жатыр. Ал ауыздыққа сүйе. Ал жамандоздар тартып отыр. Арнайы Chevrolet Comet автокөлігі тігіліп жатқанын айта кетейік. Асықпаңдар, асықпаңдар. Асықпай. Топ бәйге 6 айналым. Арғымақтар жарыс жолына шықты. Қоюшаңның ар жағында Көкпекті жеріндегі тұлпарлар тойына еліміздегі ең мықты жүйріктердің көбісі жиналды. Міне бір тұлпар дара шықты. Байқап отырмыз, бұл қазаққа белгілі Айшуақ есімді арғымақ болу керек, қателеспесек. Құйрық тістесіп, іркес-тіркес шыққан қалған жүйріктер де алдыңғы топтан қалсар емес. Құйрық тістескен тұлпарлар бір-бірін ұзатар емес. Бір-бірінің аңысын аңдып, ізін бағып келе жатқан арғымақтар алдағы айналымдарда кім мықтылардың арасынан кім мықты екенін айқындайтын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Білікті болсын. Міне көшті бастап бара жатқан топ бәйгеде 2-1-дей тұлпар табасып келе жатыр. Жанасып келе жатыр. Жарасып келе жатыр ағайын. Алдымыздан өткенде бір қиғулап дем беріп отырайық. топ бәйгенің тұлпарлары. Ар жақтағы жігіттер табличка көрсетіп қойыңыздар, қанша айналым бар? Сіздер жоғары қарай көтеріп жатсыздар ғой, алдыға қарай, төмен емес пе? Сырт айналым қалатын болады. Дұрыс қой. Қазір алдыда
екінші айналымға өтетін болады. Міне ағайын, қараңыздаршы, табиғатпен жарас бір жау қуып келе жатқандай, жоңғарды қазақ, қалмақты қазақ қуып бара жатқандай, қарысып бара жатқан сәйгүліктер, міне басын тартып отқан сәйгүліктер. Аңсар ақыры көкжен алдымен отыр. Аңсар алдыға қарай асықпай. Ұстап отыр, аға. Мінекей ардақты ағайындар, топтың алдын бастап 26-ші нөмірлі Шабандоз Кербұлақ ауданы Жетісу облысы Шұбар ауылынан Игенбаев Бақыт Мырзаның Көктал есімді тұлпары топты бастап бара жатыр. Қасында 16-ші номердегі Таң Ұлан ауданы Ұғызыту Айтық ауылы бастап бара жатқан айта кетейік. Шошақов Досжанның сәйгүлігі. Мына сәйгүліктер міне артынан 34-ші номердегі Шабандоз асықпай, аттықпай, атын қамшымен сылап сипап бара жатыр. 4-ші номердегі Қарагер атты сәйгүлікте қалың шайтетін болады. Жалпы 15 шақырым. Екінші айналымның орта деңгейіне келді. Қатысып отқан айта кетейік. Бас жүлдеге Шевролет атты көлік екен жағыда айта кеттік. Қайрылла, қайрат көкөлеріміздің тігіп жатқан авто көлік ағайын. Оны бір емес бірнеше рет қайталап айтсақ та болады. Көкпектіде бәйге болады дегеннен бастап осындай азаматтар, азаматтар өздері Талдықорғанда жүрсе де баласы аманды жіберіп. Байқап отырсаңыз, бағанағы топтасқан тұлпарлардың арасында ақырын шашырай бастады. Міне, қараңыздар. Бұлар осы кеткеннен қазір ең мықтылары алдыға озып, бабы сәл келіспегендері соңына қала беретін болады ақырындап. Қазақ бекер айтпайды, жылқыға мінсең риза боласың, жипқа мінсең грижа боласың деп. Жылқы деген ағайын, сондықтан да бәйге деген бұл жаугершілікке арнайы дайындаған баланы 6 жасынан. Атқа шауып үйренген бала жауға шауып үйренеді деп. Қазір бейбіт заманның арқасында жауға шабатын тұлпарлармен тойға шауып аттарымыз айдан анық. Міне тойға шауып келатыр. Бейбіт заман егеменнің тәуелсіздіктің арқасында. Өздеріңіз көріп отқандай 3 айналымда тауысатын болады. 3 айналым қадірлі шабандоздар, асықпаңдар, аттықпаңдар, қарап отырыңдар, жарап отырыңдар. Айналым бітіп, Екі айналым үшіншіге кетті. Созып отыр асықта. Міне ардақты ағайындар, көшті бастап Алматы қаласы Балқаш ауданы Алтынбек Қасым Мырзаның Айшуақ есімді тұлпары аламанның алдына қарай жылжып көш бастап бара жатыр. Бапкері атақты Бөбекбай Жамбыл, Шабандоз Мерей Ғарифуллин. Мына 10-ші номердегі Айшуақ деген тұлпар ағайын. Қосылған бәйгесінде жүлде алып жүрген Жамбыл Бөбекбайдың тұлпары өткен бәйгеде осылай басын бастап жүрді де, соңына дейін бастап, соңына дейін тастап бірінші келген болады. Қазір мына 50-ге жуық тұлпар қатысып болса, 49 сол Айшуақ аңдып отыр барлығы. Барлығы легионер, фаворит Айшуақ болып тұр арасында. Сосын бір қызығы арасында менің де атым шауып баратыр ағайын. Мен де өзімде ат болсам, атқа шабам, арасында қатынға шабам деген сияқты. Мен де өзім сал серілердің жолымен қосу. 20-ші номерде даңқ атты сәйгүлігім отыр, оғанда тақым қысып отырыңыздар. Дұғада отырыңыздар, қадірлі ағайын, бір тарихи бәйгенің куәсі болайық. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді ғой. Берілген бәйгі 50 жылдан кейін, 100 жылдан кейін айтылып отыратын болады. Екпіндете шапқан екі арғымақ топтың алдына шықты, оның соңынан тағы бір жүйрік ілесті. Осы 50-ге жуық арғымақтардың ішінде айға жуық уақыт бұрын Астана капты ұтқан 31 мықты арғымақтардың ортасында, оның алдында 70-тен астам жүйріктердің ішінде Талдықорғанда топ бастап бірінші келген Қарлығаш атты сәйгүлік те бар. Қарлығаш Ысқақтар әулетінің тұлпары. Мейрамхат бауырымыздың арғымағы
оған да жанкүйер болып көз қиықтарыңыз сала отырыңыздар. Көз алдымда аунап бара жатқандай. Мінекей ардақты ағайындар, туып бәйге. Туып бастап бара жатқан тұлпарлардың 10.009 нөмірлі ардақты ағайындар Айшуақ пен Қамбар қасқа таласып келе жатыр. Таблицка жарасып келе жатыр. Қол жау қошеметтеп қойыңыздар. Қамбар қасқа Айшуақ 9-10 нөмірлі тұлпарлар Алматы қаласы мен осында Балқаш ауданы мінекей. Айшуақ кетіп бара жатыр ғой. Айшуақ, қараш. Айшуақ Қамбарғасқа бастады. Соңынан ерген міне топ, қалың топ. Даланы қою шаңға өктіріп, бұл жерде Аға, аңсар қаратар қызға еркелетпе, тебініп, қоса бер, соза бер. Сен атың шаршап баратқан жоқ, ана еркелеп баратыр ғой. Атты адам сияқты ғой, қырсық болады, олар да ерке болады. Үйде, олар да үйдің жалғыз баласы сияқты. Жалғыз атым менің. Шықта кеншеммен болсын. Қосақта кейін 5 қызым бар. Жалғызым болсын. Еркелеп бара жатыр. Төртінші айналымға кеткен айта кетейік. Төртінші айналымға кетті. Қазір осыдан кейін 5-ші айналымға, сосын соңғы айналымға кететін болады. Алдымыздан 550 өтетін болады. Оларға 500-де түгіліп жатқан жаңа атап өттім. Өздеріңіз көріп отқандай. Қараш 10-шы номердегі Айшуақ. Жамыл Бөбекбайдың дайындаған тұлпары. Елден ерек. Легионердің аты легионер ғой. Чемпионның аты чемпион. Бекер фаворит болмайды ағайын. Қараңыздар, өздеріңіз көріп отқандай. Фаворит өзі жалғыз, жеке дара. Елден бөлініп, жермен жарысып, шабандозбен ақылдасып. Бірақ енді бұл Айшуақты да жібермеймін деп отқан мына жерде тұлпарлар отыр ағайын. Атбегілердің барлығы бағана айттым ғой, шошқа тағалап есеп қосып отқан жоқ. Бұлар да бірдеңе біліп отыр. Айшуақтың қаяқайдың шабатыны, қай жерде тақымның қағатыны, қай жерде қарқынға қарқын қосатыны. Олар да жібермей, ұзатып алмай, арасы бір ары кетсе 100 метр шамасында Айшуақ пен топтың арасы сондай қарқынды кетіп бара жатқан айта кеттім жаңа. Ардақты ағайындар, дәл жаңағындай Айшуақ пен Қамбар қасқа ат емес. Бәйгеде ардақты ағайындар намыста шабат. Мінекей Айшуақ Қамбар қасқа. Жігіттер, 5-ші айналымға кеттіңдер, 5-ші айналымға кетті. 5-ші айналымға кетті. Мерей шабандоз кетіп баратыр Айшуақтың үстінде. Мерей 5-ші айналымға кеттің, 5-ші айналымға. 10 мен 9 кетіп баратыр ғой екеуі. 9 мен 10 кетіп баратыр. Қамбар қасқа. Қамбар қасқа да оңай қасқа емес, ол Алматы қаласы Үлгетовтердің әулетінің аты. Одан кейін ардақты ағайындар бірінші келген ізбасары кетіп баратыр топтың арасында. Кешегі бірінші келген ізін қайтадан басып бара жатыр. 32-ші номерде ауыздыққа сүйеп, қарагер тұлпардың кетіп бара жатқан өздеріңіз көріп отырсыздар. Әл алдыда 5-ші айналымды тауысуға кетіп бара жатыр. Аңсар, жарайсың. 5 қызға бермеген сұлыны, 5 қызға бермеген витаминнің бәрін жүйрігіне, әне 20-ші нөмірде. 20-ші нөмірде қатынмен ажырасатын болмайды аттың кесірінен. Бүгін келмесе білмеймін, келесі жол ойлану керек болады. Арғымақтар. Міне Айшуақ пен Қамбар қасқаны қараңыздар, жеке тарап бөлініп алды. Айшуақ тер шығарылмады, өз жалпы аттың көбісі тер қысықпаса, тоқ боқпаса, аш боқпаса, бір бидайы немесе бір арпасы жетпей жатса, осылай топтың арасында қалып қалып жатады. Айшуаққа ақырындап терін де шығарып алған, шабандоз ішіндегі шерін шығарып алған. Қазақ айтады ғой, астыңдағы атыңның ерін алма, терін ал, қойындағы қатынның кегін алма, черін ал дейді атамыз. Міне аттың уақытысында терін алған, үстінен ерін алған, нағыз қапталған, сарымайдай сақталған, алмағаштай қақталған, Жамыл Бөбекбай әбді бөлектеген, әлдейлеген тұлпары көрініп тұр міне. Айшуақ
қасында үмбетовтің қадырлағайын әулеттің қамбар қасқасы Айшуақтан ақырындап оза бастады. Айшуақта ақырын тізгінді екеуі 5-ші айналымда тауысып соңғы айналымға кетеді ғой. Соңғы айналымға кетті міне Айшуақ пен қамбар қасқа. Соңғы айналымға кетті қадырлағайын. 6-ші айналым екеуінің арасында болады енді. Үмбетовтер әулеті ма? Жоқ әлде қадырлағайын өздеріңізге айтқандай. Алтынбек Қасям ағамыздың сәйгүлігі ма? Балқаш ауданы мен Жамбыл ауданы бақталасып бара жатыр. Жанқойыловтар әулеті 9-ші номердегі қамбар қасқа Жанқойыловтар әулеті мен Алтынбек Қасым Алматы қаласы таласып кетті соңғы айналымға. Ал қызықтың көкесі алда. Қызықтың көкесі алда. Міне топ соңғы айналымға кеттің топ. Алдын қуып жетіңдер. Айшуақ пен қамбар қасқа кетті ғой жеке дара. Қарқынға қарқын қосыңдар. Ағынан тер шықты. Несін аяйсың оны? Жібер. Қуып жетті Айшуақта. Жамбыл Көбетбайдан қай жерінген? Жібер. Жамбыл Көбетбай барған бәйгесінде топты да, құнанды да, аламанды тұтып жүрген атақты бәйге. Атбегі ғой ағайын, әбден атты зерттеген, нет сыйып, нет шып, нет жеп, шетіне дейін жаттап алған бәле ғой. Қараш Айшуақ қалай кетіп бара жатыр. Айшуақ қамбар қасқа арасындағы. Айшуақ пен қамбар қасқа арасындағы ауданы мен Қарасай ауданы таластағайын. Жанқойылықтарда тегіннен тегін ақ жүгірес уақытын әулет емес. Олар бәрін біліп отыр ағайын. 9-ші номер мен 10-ші номердегі қамбар қасқа мен Айшуақ таласа бастады. Қараңыздар, енді бұл жерде аттың физикасы емес, бұл жерде аттың характері шабады ағайын. Ал енді мінезді ат келетін айдан анық. Топ екеуі шашырай бастады. Көздеріңіз көріп отқандай ақ. Топ өзінше жарысып келе жатыр. Топ артынан өзінше жарысып келе жатыр. 1 мен 2 мынақта таласа бастады. Ал көрейік Айшуақ па? 3-ші орынға осы топта қамбар қасқа ма? Бұрылысқа қарай бет алды. Тік жолға қарай бет алды Жанқойыловтар әулеті ма? Жоқ әлде Балқаш ауданы ма? Өздеріңіз көріп отқандай Айшуақ пен қамбар қасқа арасындағы бақталас қадырлағайын қиқу қайда? Шап! Аха, міне Шевролет автокөлігін асығып келе жатқан қамбар қасқа оза бастады. Қамбар қасқа Жанқойыловтар оза бастады. Айшуақ қала бастады қамбар қасқа. Тылым қасқа, Шевролет қамбар қасқа. Айшуақ саған бәйгі басқа осы жолы. Міне екеуінің арасындағы қамбар қасқа Жанқойыловтар әулетіне құрмет қошемет ағайын. Абзал тұрмыс шабандоз. Қол қошеметте үшінші келе жатқан бұл бар. Хамзаның отырысына ұқсайды ғой. Хамза ғой, орын. Ай бір шабала ұрай. Хамза ғой біздің атақты чемпион. 22-ші нөмір. Хамзаның отырғандай дейді, жат тұрғандай дейді, жаттап алдық қой. Бала кезден атқа шапқан бала әлі шауып келеді, кейін үйленен тағы шабады, өмірі шауымен өтетін болды. Бұл Хамзаны жақсы білеміз, міне 3-ші келді Хамза. Хамзаның тақымы жақсы өзі. Қосылған бәйгесінде жүлдесі қалмайды. 4-ші келді, міне 5-ші келді. 5 орынға жүлде бар. Мына тұлпар 6-ші келеді. Жүлде жоқ болса да халық көз айымын берейікші осы тұлпарға бір шапала бұрып. Халық көз айымы деген болады ғой. Қатты қошеме тұрайық. 6-ші келе жатсың шабандоз, 6-ші келе жатсың, жаман емес. Жүйрік 6-ші келсе де жүйріктігін жоғалтпайды. Ертең 5-ші келесің, ары күні қоссаң 4-ші сөйтіп түйіліп ақырындап. Сен де үйленетін үйлі болатын жастар жетесің ақырында. Міне, 5 орынға жүлде бар ағайын, қамбар қасқа мен Айшуақтың арасында. Қамбар қасқа бір Айшуақ 2 болса, ардақты ағайындар Ысқақтар әулеті Аягөз ауданы Бидағы ауылынан қосылған Қарлығаш есімді тұлпар атақты Амангелді Хамза шабандоз 3-ші келді ағайын. Қамбар қасқа ғой мынау, Қамбар қасқаға бір қошемет ұрып қойыңыздар. Міне қамбар қасқа қадірлі ағайын, жаңа Жанқойыловтар әулеті. Бағана өздеріңіз айтқандай шабандозы Ақтасы Мержан бапкері. Шабандозы Абзал тұрмыс. Ай, Абзал жарайсың, бір қол көтеріп қойшы халыққа.
Ай, міне. Chevrolet сенікі бүгін, Абзал. Ай, жарайсың. Девятка деген номер ғой. Девятка ол қай жерде де. Есте қалатын номер, 9-шы номер. Көрдіңіздер ғой? Міне, Айшуақ шулатып жүрген ат еді ғой, Кезеке ме еді ма сол? Ол да тегін адамның аты емес мысалы. Сапарғали Сәтпаевтардың ана Арман Алтынбек Қасымның Алматы қаласы Балқаш ауданының беделді азаматтардың аты. Өздеріңіз көрдіңіздер. Жанқойыттар да енді оңай емес, енді оларда 90 жылдардан бері ат жүгіртіп жүрген. Екеуінің арасындағы ат таласы, бақ таласы көрдіңіздер. Бағы жанған келді, былайша айтқан кезде. Ат шаба ма, бап шаба ма, бап шаба ма, бақ шаба ма, бақ сатып алмайсың, алтын күміс ақшаға да деген осы міне. Сондықтан да Жанқойыттарға, Қамбарғасқаға бір арнайы шапалақ ұрып қойыңыздар. Таза еңбек, таза тер, маңдай. Келді ағайын бәйгеде. Қарлығаш есімді сәйгілік Аягөз ауданы Бидақ ауылы Ысқақовтар әулеті. Мейрамхан 500 мың теңгемен марапатталады. Үшінші орын Шығыс Қазақстан облысы Аягөз Бидақ Абай облысы Бидайық елді мекенінен. Аягөз ауданы. Орта өңірі, Аягөз. Бұған да Хамза шапты ғой, ә? Бұған да Хамза бәйгенің бәрін қырып береді атыма. Топ бәйге. Екінші орын, топ бәйге. Бақері Жамбыл Көбекбай. Топ бәйге екінші орын. Көтесіп ағаларымызды айтпасақ та атын атап түстемесек те білесіздер. Сол кісілердің осында ашу орынды марапаттау үшін шақырамыз. Аман ағамыз осы топтың автокөлігін өзі тігіп, өзі марапаттайды қазір арнайы. Көкпекті ауданы Биғаш ауылының тумасы Көкпекті автокөлігі. Жүлделі бірінші орын Chevrolet автокөлігінің иесі анықталды. Алланың қалауымен, бағымен бабы қатар жанған. Алдарыңызда Айшуақ пен Қамбарғасқаның таласқандай болғанын көрдіңіздер. Алматы қаласы Қамбарғасқа тұлғарымыз Жанкөліковтар әулеті. Жанқойыттар әулеті. Қамбарғасқа, Қамбарғасқа. Бәйгедегі қарамайды жасқа. Қамбарғасқаны қараңыздар, шаппын деп тұрған жоқ. Шапала құрып қойыңыздар, атта бір марқайып қасын, аты есте шалқайып қасын, атты есте. Қамбарғасқа. Ал Қамбарғасқа бір жабылын жабай. Ай, Қамбарғасқа міне, жеңіл ат. Чистокров. Данияр ағамыздың, Сәбит көкеміздің арнайы таңдап алған шешесі Чистокров, әкесі Чистокров, аттың иесі Чистокров, аттың Чистокров. Жалпы Жанқойыттар әулеті бір көк заводы десек те болады. Жылқы заводына айналған Жанқойыттар шаруа қожалығын жақсы білесіздер. Қамбарғасқаның жылы болайын деп тұр. Атақты Айшуақ тұтып, Қамбарғасқа міне көркейген көркем көкпектінің топ бәйгесінің жабуын жауыпты. Міне орнында тұрар емес. 26 күні Қарағандыда бәйге бар, Данияр аға. Соған болсыңыз қайталап Маратаға. Міне Chevrolet Corvette автокөлігі көкпекті құтты болса. Сол автокөлік қазір ағайын. Шабандоз, жарайсың, 9-шы нөмірдегі Шабандоз. Өте мұқият, керемет жаттың. Мағжан ғой да? Мала, жарайсың. Құтты болсын, папылдап сигнал беріп қойыңыздар. Бұл Жанқойыттардың ұтып тұрғандар өтіп сатпасандар 40-шы машинасы қадірлаған. Рекордтар Гиннесіне енген. Бұл бірінші рет мініп тұрған Chevrolet Corvette емес, 40-шы автокөлік.